Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай өте дәмді әрі жұмсақ, кез келген начинкамен жасалатын минутка самсасын дайындаймыз. Видеоның соңына дейін қарап бірге болыңыздар. Алдымен бізге бөлме температурасындағы еріген сары майымыз қажет болады. Оған қаймағымызды және жұмыртқаның сары уызын салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жерде ешқандай миксердің қажеттілігі жоқ. Қалақшамен немесе қасықпен де араластыра беруіңізге болады. Одан кейін жарты шай қасық тұзымызды және де жарты шай қасық ас содамызға уксусты құйып гаситетін боламыз. Жақсылап араластырып, қажет мөлшердегі үстіне ұнымызды салып, жақсы жұмсақ тесті дайындап алатын боламыз. Ұнның консистенциясына байланысты әртүрлі кетуі мүмкін. Сол үшін шетінен салып қамыр илеңіздер. Алдымен қалақшамен, одан кейін қолымызбен илейтін боламыз. Менде барлығы 450 грамдай ұным кетті. Жақсылап араластырып, дәл осындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жақсылап иін қандырғаннан кейін оны холодильникке жарты сағатқа немесе морозильникке 10-15 минутқа салып тындырып алғанымыз жақсы. Одан кейін салмасын дайындаймыз. Кез келген фаршпен немесе тауық етімен жасасаңыз болады. Мен осы жолы тауық етіне картобымды және де жуаны қосып, үстіне қара бұрышты тұзды салып, оның үстіне жақсы көретін специяымды салып, жақсылап араластырып, салмасын дайындап қойдым. Сіз қалауыңызша фаршпен жасасаңыз да болады. Бұл өте дәмді болып шығатын, өте жұмсақ болып шығатын самсаның тестасы маған қатты ұнайды. Тестамыз міне иін қандырып дайын болды. Енді барлығын бірдей етіп бөлшектерге бөліп дайындап қоямыз. Формасы маңызды емес, дәл мен сияқты жасасаңыз да болады. Ең оңай жолы деп ойлаймын. Барлығын осылай біріктіріп, түйіп, домалатып жасай қоямыз. Немесе самсаның үш бұрышты басқа да формаларын жасай беруіңізге болады. Бұл өте дәмді болып шығатын самсаның түрі және де ең оңай жасалатын тестасы. Біздің үйде әр күн сайын көбінесе осы самсаны жасай қоямын. Сұйық тамақтар жасаған кезде қасына әрдайым осы самсаны жасаймын. Біздің үйдің сүйікті асы десем де болады. Үстіне жұмыртқаның сары уызын қосып, жағып, және де күнжутыңызды немесе магыңызды сеуіп 180 градуста 40 минутта пісіріп дайындап алатын боламыз. Мінекей біздің самсамыз дайын болды, көтеріліп, өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де каналымда басқа да рецепттер бар, тіркеліп қойыңыздар.